Сәлеметсіздер ме әріптестер? Мен Сармыс Бақыт Қыдыралықызы. Ақтөбе қаласы нөмірі 10-шы жалпы білім беретін орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімімін. Еңбек өтілім 32 жыл, педагог зерттеушімін. Оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыруда белсенді әдістерді пайдалана отырып өткізген 2-ші сыныптағы дені саудың жаны сау бөлімі бойынша дұрыс тамақтана білу тақырыбында өткізілген дүниетанудан сабағымды сіздерге ұсынғалы отырмын. Бүгінгі сабағымызда дұрыс тамақтана білу туралы айтамыз. Дұрыс тамақтана білуде түрлі дерек көздерді пайдалана отырып, пайдалы тағамдарды және зиянды тағамдарды және олардың арасындағы айырмашылықтарды дұрыс тамақтану ережесін құру туралы айтатын боламыз. 4 топқа бөліндік. Бірінші топ алма тобы, екінші топ өрікті, үшінші топ төртінші топ анар тобы. Осы 4 топ бойынша бүгін жұмыстанатын боламыз. Оқушылар, мен сендерге жұмбақ қояйын. Оны күткен адамдар ұзақ өмір сүреді. Қадірін білген жарандар байлық осы деседі. Ол не? Денсаулық. Дұрыс айтасың, бұл денсаулық. Балалар, біздің ең үлкен байлығымыз бұл денсаулық. Деніміздің саулығы. Ал деніміздің саулығын, біздің денсаулықты күшейтетін ол күнделікті тұтынатын тағамдар, дәрумендер, тамақтану, денсаулық кепілі болып табылады екен. Бәріміздің назарымыз тақтада болсын. Тақтадан бейне жазба қарап алайық. Бұл тамақтану туралы. Кәне, мұқият тақтаға қараймыз. Дұрыс тамақтана бір мәтінмен танысамыз, оқимыз, содан кейін әр топ тізбектеп айтып береді. Кәне, бәріміздің назарымыз кітапта болсын. Жақсы балалар, олай болса таныссақ, кәне, жариялайық. Бірінші топтан кім айтқысы келеді? Ердәулет, Ерасыл. Біздің барлық тағамыз ақуыз, майы және көмірсудан тұрады. Олар адам ағзасының осы жүзін қамтамасыз етеді. Тамаша. Аяжан. Тағамның құрамында ақуыз жеткілікті болса, сен тез өсесің. Тамаша, ары қарай. Мына топтан кім айтсын? Аямын. Біздің ағзамызға минералды тұз витаминдер қажет. Аягөз. Сүт тағамдарында ақуыз көп, май және көмірсу ағзадағы жасушалардың түзілуінде қажетті қызмет болып табылады. Жасуша өз бетінше тіршілік ете алатын ұсақ бөлшек. Жарайсың. Тағы да айтқысы келіп жасала. Алдында көмірсу қоры көп болған сайын адамды шыдамы келеді. Келесі топтан кім айтқысы келіп? Амира. Сүт тағамдарында ақуыз көп, май және көмірсу ағзадағы жасушалардың қажетті зат болып табылады. Жасуша өз бетінше тіршілік ете алатын ұсақ бөлшек. Тағы да кім айтқысы келіп? Нұрсая. Май ағзамызға мол күш қуат береді. Келесі топтан Абылай. Ағзада көмірсу қоры көп болған сайын адам шыдамды келеді. Бағым. Жеміс-жидек пен көкөніс дәруге өте бай. Сондықтан бұл өнімдердің біздің ағзамызға пайдасы көп. Жарайсыңдар балалар. Бірінші топ. Сіздер жемістер себетке салынған өнімдердегі дәрумендер туралы айтамыз. А дәрумені, В дәрумені, Д дәрумені және С дәруменінің пайдасын айтамыз. Екінші топ сіздер іс әдісі бойынша тамақтану ережесін айтасыздар. Үшінші топтың оқушылары тамақтану пирамидасын зерттеу және зиянды тағамдар туралы не білеміз? Соны айтатын боламыз. Төртінші топтың оқушылары сіздер тауып айт, яғни жергілікті жердегі біздің Ақтөбе облысында өсетін дәнді дақылдар мен көкөністер туралы айтамыз. Және шығармашылық жұмыс. Осы топтың оқушылары пайдалы таңғы ас
С дәремен туралы айтамыз. Кім айтқысы келіп отыр? Икрам келе ғой. Тамаша, жарайсың. Соңғы дәрменде Д дәремен туралы кім айтқысы келіп отыр? Ерасыл келе ғой. Тамаша. Балалар, бірінші топты бағалап жүрейік, кәне. Қай бағалар? Бірінші топ дұрыс еді. Сондықтан оларға 2 ұпай беріледі. Әрі қарай екінші топтың оқушылары. Кім айтады? Тамақтану ережесі туралы. Азамат келе ғой. Аделя, әркім дұрыс жауаптан кейін бізбен ақтап отырамыз. Кім көп із ақтаса, сол жеңімпаз болады. Тамақты дұрыс шайнап отыру керек. Тамақты аспай жүру керек. Тымыстық ниет тым сол тағам тез қылман бұзады. Бәрі жуған оқылған болмайды. Ең тиімдісі көп рет тамақтану. Ойлаған тағамды көп пайдалану. Болды ма? Балалар екеуі бірдей келді ма? Жақсы, екеуі тең түсті бұл жолы. Жарайсыз, ал көрейік, Аянат пен Амира айтқысы келіп отыр екен. Бұлар тамақтану ережесі туралы не біледі екен? Амира, бастай ғой. Өз уақытымен тамақтану керек. Кеңдігі құнарлы тамақ. Сақтау керек. Көп мезгіл тамақтану. Оны өткізу керек. Тамақ ішеді, қолды жуымыз керек. Тамақтанып отырған кезде қатты сөйлеймін. Жақсы, балалар. Бұл жолы біздерге тамақтану ережесі туралы көп білетін кім екен? Амира. Және Амира үш шапалақ. Тамақтану пирамидасы төменнен жоғары қарай басталады. Тамақтану пирамидасының бірінші статысында пайдалы тағамдар, тағамдар. Оларға нан, тоқаш жатады. Қара құмық ботқасы, жеміс-жидек ботқалары жатады. Бұларды біз көп пайдалануымыз керек. Әрі қарай. Пирамиданың екінші сатысында жеміс-жидек пен көкөністер орналасқан. Олар шие, анар, жүзім, алма, киви. Біз бұл тағамдарды көп пайдалануымыз керек. Жарайсың, әрі қарай. Біздің сүйегімізді қатайтатын тағамдар ол жұмыртқа, сүт, ет, балық, шұжық. Олар біздің ағзамызға пайдалы. Пирамиданың ең үстіндегі күнбағыс майы және қант, кәмпиттер. Бұларды біз көп жеуіміз керек. Себебі олар біздің ағзамызға өте зиян. Зиянды тағамдар. Тағы қандай зиянды тағамдарды білесіңдер? Айта ғой да. Бургер, пицца, кола. Оларды
Жарайсыз. Жергілікті жерімізде өсіретін қандай дәнді дақылдар, көкөністер бар екен? Кәне, айта қояйық. Баста, Абылай. Менде қияр және қызанақ. Бұлар бізде өсіріле ме? Иә, олар Ақтөбе облысында өсіріледі. Пайдалы тағамдар ма балалар? Иә. Әрине, пайдалы тағамдар екен. Бұлар картоп пен сәбіз. Ақтөбе өңірінде картоп пен сәбіз өседі. Бұлар пайдалы тағамдар. Пайдалы тағамдарға жатады. Жақсы. Келесі балалар. Біздің балалардың дайындаған таңғы астары. Мен таңғы асыма ботқа мен компот пайдаланамын. Мен таңғы асқа ботқа және сүт жеймін. Сүт ішесің, иә? Және салат жеймін. өте тамаша. Мен таңғы асыма ботқа мен сүт ішемін. Тамаша. Жақсы балалар, енді сабағымызды қорыта келе ыстық попкорн ойын ойнайық. Ыстық попкорнда жазылған сұрақтар. Бір оқушы сұрақтарды оқысын, қалған оқушылар жауап берсін. Жақсы, Саида Ерғұл. Алғашқы попкорнды ал, сұрақты балаларға қой. Мұқият тыңдаймыз балалар. Ақуыз көп тағамдарды атар. Кім атайды? Хания. Ақуыз көп тағамдары сүт тағамдары. Сүт тағамдары. Келісеміз бе балалар? Иә. Келесі оқи ғой. Пайдалы тағамдарды атар. Пайдалы тағамдарды ата. Кәне, Аташа, Аяжан, қандай пайдалы тағамдар білесің? Пайдалы тағамдар олар сәбіз, алма, алмұрт, жеміс-жидектер, солар пайдалы тағамдар. Тағы да кім айтады? Пайдалы тағамдарды мына жақтан кім айтқысы келеді? Аружан, қандай пайдалы тағамдарды білеміз? Айта ғой. Пайдалы тағамдар бұл қызанақ, қияр, алма, алмұрт. Жақсы. Келесі сұрақ. Пайдасыз тағамдарды атар. Пайдасыз тағамдарды кім атайды? Абылай. Чипсы, кола, пицца, бургер. Жарайды. Юнус. Бургер, кола, картошка фри. Жақсы. Балалар, сонымен азық-түліктер нәруыздарға, көмірсуларға және майларға толы екен. Жаңа сендер айтып шықтыңдар. Қандай тағамдарда нәруыздар бар? Ол сүт тағамдары, ет тағамдары, ірімшіктер, жеміс-жидектер, көмірсулар қандай тағамдарда келіседі? Біздің күнделікті тұтынатын тағамдар және майлар. Осы азық-түліктердегі әртүрлі дәрумендер біздің ағзамызға, біздің өсуімізге, сүйегіміздің қатты дұрыс жетуіне, жақсы ойлап, миымыздың жақсы дамуына өте пайдалы екен. Жарайсыңдар балалар. Сонымен балалар, деніміз сау болу үшін дұрыс тамақтану керек. Көптеген аурулар дұрыс тамақтанбау салдарынан болады екен. Сондықтан да әрқашан дұрыс тамақтанып жүрейік.